Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін тефтели дайындайтын боламыз. Ол үшін 400 грамм фаршқа 100 грамм жуылған күрішті қосамыз. Оған майдаланып туралған бір пиязды, дәбіне қарай қара бұрышты және тұзды қосамыз да үстінен бір жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап араластыру қажет. Ендігі жерде кішкентай домалақ пішінге келтіріп біріктіреміз. Қазанға май құйып, жақсылап қыздырып, жарты жуаны турап салу қажет. Жақсылап араластырып алыңыз. Одан кейін түркіден өткен бір түйір сәбізді және 1-2 қасық томат пастасын салып, 2 литр су қосыңыз. 3-4 штук картошканы үлкен бөліктерге бөліп турау қажет. 1-2 бас чеснокты майдалап тураймыз. Және осының барлығын сорпамыздың үстіне салып қайнатамыз. Дайындаған тефтелдерді суға салып қайнатып аламыз. Барлығын дайын боламын дегенше қайнату қажет. Дәм тұзына қарап, тұз қосуды ұмытпаңыздар. 20 минуттан кейін біздің тефтелдер дайын. Баршамызға ас болсын. Осындай дәмді тағамдарды жасап, жақындарыңызды қуантып тұрыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлфайрус.